Сәлематсыздар ма, қымбат достар? Әлия әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге гузмания гүлінің өсірілуі мен күтімі туралы айтқым келіп отыр. Бұл гүлдің атауына келетін болсақ, испан ботанигі Гусманның құрметіне қойылған екен. Ол кісі ең алғашқы рет осы гүл туралы мәліметті беруші адам болып есептеледі. Бұл гүл осындай ұзын жапырақты болып келеді. Ортасынан әдемі гүл тәрізді қызыл, алқызыл, сарғыш, жалпы өте әдемі өскін пайда болады. Ол гүлі болып есептеледі. Ол гүлі 5 айдай уақыт бойы әдемі қалыпта гүлдеп тұрады екен. 5 айдан кейін қурай бастайды. Жапырақтарды сол кезде оның әлсіреуі мүмкін, бірақ бұл гүл қурады деп оны тастап кетуге болмайды. Өйткені гүлдің мына ортасындағы сол өскін қурағанша әбден күтесіз, өзі түсіп қалғанша күтуге болады. Одан кейін оның жанында егер бабы келісіп өскен гүл болса, жапырақтары әдемі қалпына қайтып келеді дағы, оның жанына жас жаңа өскін, яғни балалар пайда болады. Мына арада міне бір кішкене өскін баласы шығып келе жатыр, ал мына арада біршама өсіп кеткен екінші өскін бар екен. Бұл гүл менің үйімде жаз айынан қазан айының соңына дейін гүлдеді. Одан кейін мен қазір ақпан айының соңы осы көктемде бұның ыдысын ауыстырып, мына екі өскінді бөлек отырғызатын боламын. Жалпы осындай жаңа өскін пайда болған кезде болмаса, басқа уақытта ыдысын жиі ауыстырып мазалаудың қажеті жоқ. Суарған уақытта судың мына ортадағы енді розеткасы дейміз ғой, сол жерде қалып қоймауын ескеру керек. Ол су қалып қойған күнде жаңағы гүл шіріп кетуі мүмкін. Қандай топырақ қолданған дұрыс? Бұған топыраққа, әмбебап топыраққа кара древесный уголь қосады, және суарған уақытта мына топырақтың үстіңгі беттері жаңағы құрғаған сайын суарып тұру керек. Су бүркігенді жақсы көреді, бірақ әрине гүлдеген уақытта гүліне қарай су бүркімейміз, жапырақтарға ғана бүркіген дұрыс. Бір рет гүлдеп болғаннан кейін екінші рет гүлдемей сіз не себепті бұлай деген ойда жүретін болсаңыз, мен өзіндік бір кеңесімді айтайын. Мен де енді жақын арада солай етпекшімін. Мына гүлдің өзін үлкен полиэтилен пакетке саламын, жанына бұзылмаған тастай жақсы 2-3 алманы салып, аузын 10 күндей бүркеп қою керек. Бірақ күніне бір рет желдетіп ашып қараған дұрыс. 10 күннен кейін аламыз. 10 күннің ішінде газдан, жаңағы алмадан шыққан газ бөлініп, бұл гүлдің ары қарай гүлдеуіне себепкер болады. Міне гузмания гүлі туралы қысқаша өзіндік білген кеңесім осы. Егер өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, менің берген кеңесім сіздерге ұнаса, лүпіл басып, өзіндік тәжірибелеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады, міндетті түрде жауап беремін. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.